Достар, көрермендер, оқушылар, ата-аналар, ұстаздар. Бүгін мен сіздермен Омарова Нұрсұлу Абайқызы, қалалық көркемсурет лицейінің мұғалімі, қосымша білім беру мұғалімі. Енді бүгінгі міне шебер классқа мен сабағына таңдаған тақырыбым сүйкімді құбыжықтар деп аталады. Сүйкімді құбыжықтар неге таңдады? Өйткені сүйкімді құбыжықтарды қазіргі заманғы дамыған тақырыптардың бірі. Сіздерге айта кетейін мақсатын сабақтың мақсаты мына кішігірім геометриялық денелерді бір-біріне байланыстыру, қатты қағазға мына гуаштарды, жаңағы әдемі бояуларды бояу арқылы бір-бірімен байланыстыру, және осы құралдар арқылы біздер қазір сүйкімді құбыжықты қалай шығарамыз, қалай ойлап табамыз деген сияқты балдардың ой қиялын жетілдіру мақсатында осы сабақты таңдап отырмын. Ал енді астроном ғалымдары, яғни астрономдар, аспанды зерттейтін әлемді астроном дейміз. Аспан әлемі, астрономия ғылымы, жаңағы бізде көбінесе астрономдар айтады, аспан әлемінде әлі күнге дейін бізде жаңағы инопланетяндар бар. Осы инопланетяндар қалай пайда болды? Мысалы, осының бәрі адамның ой қиялынан шыққан нәрсе. Ал монстр деген сөз ол латын тілінен шыққан, ерте замандан бері келе жатқан сөздердің бірі. Ағылшындар, француздар көбінесе қолданған. Ол кезде мысалы араб шығыс елдерінде мысалы бізде жаңағы аңыз әңгімелер бар. Осы аңыз әңгімелерде көбінесе осы монстр сөзін қолданған екен. Яғни қазіргі таңда біздер монстр деген ол мультфильмдарда қолданамыз. Мысалы, балдар қазір осындай неше түрлі құбыжықтарды байланыстыру арқылы осындай мультфильмдарды қарайды. Мысалы, мына мультфильм бізде Миньон. Әрі қарай қарайтын болсақ, мысалы, мына мультфильм бізде Шрек мультфильмі. Осы мультфильмдерді балдар өте жақсы көріп қарайды. Енді қараңыздар, бұл мультфильмдар көбінесе жаңағы құбыжықтармен байланысты. Мысалы, Лео мен Стич бұл жерде аспан әлемінен пайда болған мына үй жануары. Стич осы үй жануары ретінде Лео өзіне үй жануары қылып бірге ойнайды, бірге. Жаңағы мысалы қараңыздар, Дисней ертегілерінде көбінесе құбыжықтар бар. Ару қызбен және құбыжық деген сияқты неше түрлі құбыжықтарды пайдаланды. Енді бүгінгі сабағымызда біздер мына геометриялық денелерді пайдалана отырып, біздер осы құбыжықты жасауымыз керек. Ең бірінші бізге мысалы мындай геометриялық денелерді барлықтарымыз білеміз. Мысалы төртбұрыш, үшбұрыш, шеңбер деген сияқты осы геометриялық денелерді қазір біз қолданамыз. Бізге керек құралдарды айта кетейін. Ең бірінші бізге керек құралдар ол қатты қағаз, аспан әлеміне жаңағы аспан түстес болу керек. Яғни мұндай глянцевый деп атаймыз. Матовый да болады, глянцевый да болады. Сосын бізге керек гуаш құралы, бояуы, ермексаз керек және ұсақ түйектер. Жаңағы міне қараңыздар, моншақтар болсын, фломастерлер болсын, гельді тюбиктер болсын, барлығы бізге қазір керек болады. Үйде мысалы осындай құралдар болса, тоқыма жіптер болса, клей қайшы деген сияқты құралдар болса, немен бірге жасауларыңа болады. Яғни енді сабақты бастай кетейік. Ең бірінші бізге ақ қағаздар керек. Яғни мен жаңа айтып кеттім сіздерге, геометриялық денелерді жасап аламыз ақ қағаздардан. Және оның мысалы шеңбер ол басы болса, денесі оның төртбұрышты болу керек. Яғни денесі мен басын бір-бірімен бірдей қылмаймыз. Яғни денесі бізге басына қарағанда кішкене үлкен болу керек. Ал шеңбер, мысалы мүйізі, жаңағы арқасындағы мүйіздері немесе басындағы антенналары үшбұрыш болуы мүмкін. Яғни бір геометриялық денені барлық жерге қолданбаймыз. Әр жерінде әртүрлі геометриялық денелер болуы керек. Енді біздер ақ қағазды ала отырып, қазір менен бірге қиып жасауларына болады. Қалай жасаймыз? Төртбұрышты алайық, үшбұрышты алайық. Өздеріне қандай геометриялық денелер ұнайды, соларды алып
біздер денесін жасап аламыз. Бізге денесі керек. Неге ақ қағаз деп отқан шығарсыздар? Себебі қазір біз оны ақ қағаздарды өзімізге ұнайтын түстермен бояймыз. Мен өзіме құбыжықтың денесін төртбұрышты қылып жасағым келіп отыр. Менде денесі төртбұрышты болады. Менде денесі төртбұрышты болады. Менде екі көзі екі жағында болады, яғни менде шеңбер болады көзі. Бізде құбыжық қылып жасамаймыз, біздер сүйкімді қылып жасаймыз. Сол үшін бізге қазір керек болады құбыжықтың бет әлпеті, яғни бізде бет әлпеті құбыжықтың, яғни эмоция болу керек. Яғни ол күліп тұрма, ол таң қалып тұрма деген сияқты осы эмоцияларды біздер құбыжыққа қазір қолданамыз. Яғни қандай құбыжықтар дейсіздер ғой? Мысалы, мен бүгін сіздерге дайындап алып келдім. Мысалы, мұндай жұмыстарды 5-6 жас, 7 жас және 8 жастағы балдармен үйде отырып ермексаздан да жасауға болады құбыжықтарды. Және көздеріне жаңағы ақ қағаз бен қара қағазды қолданбай, мұндай қазіргі таңда сатылады осындай көздер, дайын көздер бар. Осыларды да қолдануға болады. Яғни бізде қандай заттар бар солар? Мысалы, міне қараңыздар, құбыжықтардың түрлері өте көп. Олар әртүрлі қимылда. Мысалы, біреуінің көзі үлкен, біреуінің көзі кішкентай, біреуінің аузы бар, біреуінің аузы жоқ деген сияқты. Сүйкімді құбыжықтарды біздер бүгін сабағымызда сіздермен бірге жасаймыз. Яғни балаларымыз болса, алдымызға алып, бірге менімен бірге бастауларыңызға болады. Ал мен айтқандай, жаңағы көзі менде шеңбер болады көзімде. Менде мойны болмайды, басы мен денесі бірге болады. Және аяғы ермексаздан, қолы ермексаздан жасаймыз. Көзін айналасын бәрін ермексаздан жасаймыз. Және бізге ең бірінші керек ғарыш, аспан әлемі. Ол қандай планетада тұрады, және осы ғарышты жасап алуымыз керек. Яғни бізде аспан әлемінде олар шеңбер, планеталар шеңбер. Шеңбердің жартысын ғана жасаймыз. Барлық шеңбер бізге қатты қағаздың бетіне сыймайды. Сол себепті тек қана жарты бөлігін аламыз. Міне осылай шеңбердің астыңғы бөлігін қиып аламыз, және осы аспан әлемінде, планетаның үстінде, жер шарында мысалы болсын, тұрғанын жасауымыз керек. Енді осы ақ қағаздарды бірінші жабыстырмастан бұрын, немесе жабыстырып алуға да болады. Бірінші бояп, кептіріп, сосын барып жабыстыруға да болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Түгелмен, егер қаласаңыздар, А4 қағазды екіге бөлу арқылы түгелмен ермексазбен де жасауға болады. Неге мен бояймын? Себебі ермексазды көбі жаңағы балдар араластыруды білмейді. Яғни ермексазды да араластырса, әртүрлі түстер шығады. Бірақ балдарды, кішкентай балдарды көп қинамайды. Осындай оңай жолын таңдадым. Оңай жолмен де жасап көрелік. Бірінші жеріне жабыстырайын, екі көзді, денесі, және менде астында осындай планетасы. Елімді жақсылап жабыстырамыз, себебі қазір бәрі ашылып кетсе, жұмысымыз дұрыс шықпай қалады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнайды деген ойдамын. Балдарының бәрі қазіргі кішкентай бүлдіршіндер құбыжық десе түсінбей қалуы мүмкін. Мен құбыжықтан қорқамын, жасамаймын деуі мүмкін. Бірақ оны сіздер сүйкімді қылып жасауға шақырыңыздар.
құбыжықтың да сүйкімді түрлері болады, оны бірге жасап көрейік деген сияқты қылып балдарды ынталандырамыз. Енді міне менде жері, яғни планетасы құбыжықтың, мынау менде денесі мен басы бірге болады, яғни менде екі көзі екі жағында болады. Қараңыздар. Қазір енді түстерді араластыру арқылы кем дегенде 3 түсті араластыруымыз керек. Мен қағаз бетіне араластырамын. Яғни жылы түстер бар бізде, салқын түстер бар. Осы түстердің бәрін араластырып жасаймыз. Бізге міне мындай үлкен және кішкентай қылқалам қажет. Егер көзін жасаған кезде біздер үлкен қылқалам қолданбаймыз. Ал денесіне тек қана үлкен қылқалам қолдануға болады. Ал жерге мысалы үлкен қылқаламмен жасаймыз, өйткені кішкентай қылқаламмен көп уақытымызды алып кетеді. Сол себепті үлкен қылқалам аламыз. Өзімізге ұнайтын түстерді аламыз, балдар. Сендерге қандай жылы түстер ұнайды ма, салқын түстер ұнайды ма? Мен өзіме көк түсті, сары түсті және жасыл түсті араластыру арқылы қазір құбыжығымды жасап көрсетемін сендерге. Көк түсті алдым. Гуаш бояуына судың көп қажеті жоқ. Сол себепті қаламды суламауға болады. Денесіне кейбір жерлеріне көк түсті жағып жіберсем де болады. Сары түсті қосқанда менде жасыл шықты. Еш жерде жоқ, ешкім ойлап таппаған құбыжықты өзіміз ойлап табуымыз керек. Бір жерден қарап салмаймыз, өзіміз ойлап табамыз. Ал енді менде су түстес, жасыл. Яғни менің жерім қандай? Құбыжықтың жері. Яғни құбыжықтың өзі сондай. Қараңыздар. Сары түстің өзін де қолдануға болады. Суды көп алмаңыздар қазір, себебі бізге бұның кепкені қажет. Сол себепті ол үшін де уақыт керек. Бізде бүгін уақытымыз болғандықтан суды көп алмауға тырысамын. Тез кепкені қажет, себебі қараңыздаршы, менде қандай түстер бар? Менде жылы түстер, салқын түсті бар ішінде. Денесі дайын болды. Енді жерді аяқтауымыз. Жерге кішкене қызыл қосуға болады. Егер қаласаңыздар, басқа түстерді де қосыңыздар.
менде жерім бар болды. Енді бұл кепкенше керек. Бұл кепкенше бұл жұмысымызды кішкене шет жаққа қарай қоя тұрамыз. Бізге қазір ермек саз қажет болады. Ермек саздан біздер көзін жасаймыз, қолын жасаймыз, аяғын жасаймыз. Алдын ала бәрін дайындап қояйық. Жұмысымыз кеткен соң оны үстіне жабыстырамыз. Ал енді қараңыздар, менде жасыл түсті денесі болғандықтан маған басқа түс алуым керек, немесе жасыл түсті да қолдануыма болады қолына. Егер қолы аяғы бәрі бір түсте болып кетсе, онда менің құбыжығым қызықты болмай қалуы мүмкін. Сол себепті кішкене ашық түстер, жылы түстерді алуға болады. Барлығын бір-бірдей түс қылып қоймаңыздар. Қызыл түсті алдым. Менде қызыл түс. Оның қолы монстрлар әртүрлі болады. Көзі үлкен, көзі кішкентай, оның тістері болуы мүмкін. Қазір мен басы мен денесі бірге болғандықтан оның аузын жасаймын және аузындағы тістерін жасаймын. Менімен бірге жасап отырсаңыздар. Таяқша жасап аламыз. Көп қажет емес. Таяқшамызды жарайды. Екіге бөлдім. 2 сантиметр. Әрі кетсе, көп керек емес. 3-4 сантиметр қылмай қойыңыздар болады. Қолымызға қойып. Енді менде аяғы менде қызыл сары, менде аяғында таяқша жасап аламыз. Үлкен ұзын қылмаймыз. Кішкентай жасаймыз аяғын. Осы 2 сантиметрді, яғни 2-3 сантиметр екіге бөлеміз. Және бізде көзі бар. Көзі үлкен. Мен көзін күлгін түстер жасаймын. Ішіндегі қарашығын, ал айналасындағы ол көзі ақ болып қала береді. Және көзіне кірпіктер жасаймын. Яғни құбыжықты жасамас бұрын өздеріңізге ол бір мамандық иесі болуы да мүмкін. Соны ойлап қараңыздар. Мысалы, ол үй жинап жатқан құбыжық шығар. Мысалы, ол құбыжықтың анасы шығар. Ол әкесі шығар құбыжықтың. Ол дәрігер болуы мүмкін деген сияқты. Сондай қызықты қылып жасауға да болады. Көзін бояған жоқпын, сол себепті көзінің үстіне сай. Көзін жасап алдық, енді кірпіктер жасаймыз. Бізде қазір үш-бұрыш, ол артындағы мүйіздері, яғни бізде үш-бұрыш болады. Ермек сазды жұмсартып аламыз қолымызбен. Ермек саз қатты болып келеді. Ұзын таяқшалар жасаймыз.
Бұндай ақшаны екіге бөлеміз. Яғни бізде екі көзі бар. Және екі көзіне жетерліктей кірпіктер өлшеп аламыз бірдей. Ilmek saat bir-birine tez жабысады балдар. Ilmek saatты жабыстыру кезінде қиналмаймыз. Өйткені бір-біріне тез жабысып қалады. Қолын қазір бастыру арқылы ұзартамын және қолына жаңағы стекті көбісі біле бермейді. Стек деген ол мына ермек сазының таяқшасы. Стек деп аталады. Стектің түрлері өте көп болады. Басы бүдір-бүдір түрлері болады, үшбұрыш түрлері болады. Ол мына ермек саз жасаған кезде ыңғайын тауып алу үшін әр заттың өзінің, мысалы қол жасағанда, саусақтарын жасағанда мындай ұзын таяқша түрлері, пышақ түрлері керек болады. Сол себепті стекті ермек саз жасаған кезде қасымызға алып жүруіміз керек. Енді бізде ауызын мен яғни ернін қызғылт сары түстен жасасам, мен жұмысым кеуіп қалған сияқты. Сол себепті уже ернін жасай берумен болады. Таяқша арқылы және аузы менде үлкендеу жасаймын. Және тістерін жасаймын. Аузын мен аршыңқы қылып жасаймын және оның тістерін жасаймын. Қызықты, сүйкімді құбыжық қазір менде шығатын болады. Қолын жабыстырамыз қаттылап. Және мынаны басу арқылы қолын басу арқылы үлкейтеміз. Бас жағын ғана басамыз қаттылап. Және саусақтарын жасауымыз керек. Саусақтарын жасау үшін міне бізге стек қажет. Стексіз біз саусақтарын жасай алмаймыз. Бес саусақ, 3 саусақ, 4 саусақ құбыжықтарда бола береді. Сол себепті өздеріңіздің ыңғайыңызға қарап саусақтарын жасауларыңызға болады. Енді көздерін мен денесімен басына қосуым керек. Бұл үшін маған тағы да ермек саз қажет. Сары түсті ермек саз. Яғни менде денесінде әртүрлі түстер пайда бола бастады. Қараңыздар. Ерні қызғылт сары, қолы қызыл деген сияқты. Көзін мен қазір сары түспен жалғаймын.
және қазір үшбұрыштарды қию арқылы мен қанатын қалай жасауды көрсетемін қазір сіздерге. Аяғын қайырамыз, өйткені ол тұру керек. Енді менде мына жерде қараңыздар, үш бұрыш геометриялық денесі жасалынған жоқ. Енді үш бұрыштан мен қалай жасаймын қанатын? Оған бірінші ақ қағаз керек. Ақ қағаздан үш бұрыштар қиып алуым керек. Үш бұрыштан ақ қағаздан да емес, ермек саздан үш бұрышты жасап, қанаттарын жасауыма да болады. Қазір бізде уақыттың тығызына байланысты. Уақытты көп қағаздан жасап көрсетейін сіздерге. Қанаттары. Яғни менің құбыжығым ұша алады деген сөз. Қанаты дайын. Енді менде кішкентай ғана қыз кейпінде болғандықтан бұны безендіруім керек. Яғни маған керек болады ұсақ моншақтар. Мен бұның мойнына әдемі қылып моншақтарды жартылай осындай моншақтар қолданған дұрыс, себебі тез жабысады. Ал егер шеңбер көлемінде болса, моншақтар мұнда жабыстыру өте қиынға соғады сіздерге. Сол себепті жабысуға келетін ыңғайлы моншақтарды алған дұрыс. Көп уақытты қажет етпейді. Балаларға егер жасататын болсақ, тез ойлап тауып, өздерінің құбыжықтарын қандай екенін суретін салып көрсетуге болады. Ең бірінші жасамас бұрын қандай құбыжық жасаймыз, соның суретін салып алсын. Сосын барып осылай жасауға кірісуіміз керек. Ермек саздан жасап жіберейік.
кішкене ғана бір бөлшегін ғана аламын сақтың. Біреуі үлкен түс, біреуі кішкентай түс жасаймыз. Міне қараңыздар балалар. Менде осындай құбыжық шықты. Енді сіздер өздеріңіздің құбыжықтарыңызды жасап, осындай суретке түсіріп, Instagram желісінде өздерінің жұмыстарыңды көрсетулеріңе болады. Мен сіздермен бүгінгі сабақта болған үшін өте ризамын. Амандықта, саулықта, тек қана сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.